Ойпаңгүл екеуі барақшыларына қаланың сыртындағы ешкім алмай қойған бір көнетоз екі қабат үйді сатып алып, барлық жүктерін үйге алып кірген соң үйді реттеп жатып, Қаламбек бір қабырғаның қағазының жыртылып қалғанын көріп, қабырғадағы қағаз жыртып қалса, артында біртүрлі ғажайып есік бар болып, есік ішінде не бар екенін білгісі келген Қаламбек қоқсық арасынан бір кілтті тауып алып, жаңағы есікті ашып көрсе, үйдің іші тастай қараңғы болғандықтан, екеуі қолдарына шырақ алып үйдің ішіне кіріп көрсе, үйдің іші төксімдарға толған екен де, екеуі бұл төксімдардың неге істетілетінін біле алмай, бір төкшін шақыртып еді, бірақ төкші де бұл төксімдардың неге істетілетінін біле алмай кетіп қалады. Осылайдан бір күн қарбалас болған Қаламбек кеш батқанда жаңағы құпия бөлменің ішінде демалып отырып, қолындағы арағын ішіп тауысқан соң, өз-өзіне сыбырлап тағы да бір бөтелке болса қандай жақсы еді деп ауыз жимастан, кенет бөлменің шырағы өшіп барып қайта жанып еді, қайдан пайда болғаны белгісіз. Қарсы алдында бір бөтелке арақ пайда бола кетеді. Бұны көрген Қаламбек біраз шошынғанмен пайда болған арақтың бағанағы дәл өзі ішіп тауысқан арақтың қақпағы ашылмаған жап-жаңасы екенін байқайды. Ертесі таңертең Ойпаңгүл Қаламбекті іздеп құпия бөлмеге келсе, бөлме іші әлдеқашан неше түрлі әйгілі суреттерге толған болып, бұны көрген Ойпаңгүл Қаламбектен бұл суреттерді қайдан тауып алдың деп сұрап еді. Қаламбек абыржыған бейнемен, мына үйдің ішінде қандай тілек айтсаң да орындалады екен, бұл суреттердің барлығын түнімен тілек тілеп алдым деп еді. Ойпаңгүл оның сөзіне сеніңкіремегендіктен Қаламбек оған, сенбесең қазір бір тілек айтып сынап көрші деген соң, Ойпаңгүл ондай болса маған 1000 сом ақша керек деген сол еді. Қаламбек жерден 1000 сом тауып қолына ұстата салады. Бұны көріп тағы да сенбеген Ойпаңгүл, шын болса маған 1 миллион ақша керек деп еді. Бөлме шырақ лыпылдап барып, жерде 1 миллион ақша пайда бола кетеді. Көз алдында ғайыпта миллион ақша пайда болғанын көріп таңғалған Ойпаңгүл Қаламбектің сөзіне сенеді. Әсілі бұл құпия бөлме не тілек айтса да орындай алатын болып, бөлме құпиялығын біліп алған екеуі құшақ-құшақ тона-тона ақша тілеп, үйлер ақшаға толып, тіпті қымбат-қымбат тағамдарды жеп, қымбат-қымбат арақтарды ішіп, алтын, алмас дегендермен беттерін жуады. Осылайдан екеуі ойларына келген нәрселердің барлығын тілеп, бір мезгіл сайрандаған соң, Ойпаңгүл өзіне керек бұншалық ақша мен байлық емес екенін, қайта бауырына басар бала қажет екенін, өзінің балалы болу қабілетінен айырылғанын ойлап, құпия бөлмеден бала тілеп алып бекіміне келеді. Фильм ұнаса ақша жоқ беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.